Ақсай қаласының жалпы білім беретін нөмір 4 мектебінің педагог-психологы Қосжанова Гүлнұр Ериковна. Мен бүгін сіздерге қашықтықтан оқыту барысында мектептің психологиялық қызметін тиімді ұйымдастыру жолдарын ұсынғым келеді. Қашықтықтан оқыту барысында педагог-психологқа оқушылар мен ата-аналармен қолдануға ең тиімді интернет-платформалар келесілер. Біріншіден WhatsApp желісі, Zoom бағдарламасы және Профиконф бағдарламасы. Профиконф бағдарламасының ерекшелігі байланыс нашар жерде де ақаусыз жұмыс атқара береді. Әрбір психолог қашықтықтан оқыту барысында келесі қадамдарды жасағаны дұрыс. Біріншіден, әрбір сыныпқа бөлек WhatsApp желісінде чат ашып алу қажет. Екіншіден, міндетті түрде оқушыларға бұл чат неліктен ашылған, кері байланыс ережелері мен нұсқаларын дұрыс түсіндіруі қажет. Үшіншіден, оқушылар, ата-аналар, педагогтар чатына өзіңіздің аты жөніңіз, байланыс нөміріңіз, жұмыс уақытыңыз көрсетілген визитканы таратып жіберуіңіз қажет. Педагог-психологтың негізгі жұмыс бағыттарының бірі анықтау бағыты. Түрлі анонимді әлеуметтік сауалнамаларды тез және өзіңіз үшін ыңғайлы, қорытындысын оңай санап алу үшін Google форма кері байланыс құралын телефоныңызға орнатып алуыңызға болады. Аталған құрал Play Market'тен жүктеледі. Барлық сауалнаманың қорытындылары диаграмма түрде сіздің жеке аккаунтыңызға келіп отырады. Жасау үшін бірнеше минут қана уақыт кетеді және сауалнама сұрақтарын ата-аналар, оқушылар, педагогтар чаттарына сілтеме арқылы жібере аласыз. Осы анықтау бағыты бойынша психодиагностикалық әдістемелерді WhatsApp желісі арқылы оқушылардың топтық чатына жіберуге болады. Алайда жауаптары сіздің жекеңізге қайтарылады. Сонымен қатар топтық және жеке анықтау жұмысы барысында түрлі проективті әдістемелерді қолдану тиімді саналады. Оқушылардың жеке қызығушылықтарына байланысты онлайн тестілеудің де сілтемелерін жіберуге болады. Оқушылар кез келген уақытта, кез келген тестті өтіп, сол жерде өздерінің қорытындысын ала алады. Педагог-психологтың келесі жұмыс бағыты түзету дамыту жұмысы. Түзету дамыту жұмысы жеке және топтық формада жүзеге асырылады. Жұмыс барысында релаксациялық жаттығулар, аутотренингтер және арт-терапиялық жаттығуларды қолданып балалардың қызығушылықтарын арттыруға болады. Орындауға қажетті тапсырмалар болса, оқушылар өз жұмыстарын жеке чатыңызға жібереді. Міндетті түрде кері байланыс жасап, интерпретациясымен таныстырып отыру қажет. Кеңес беру жұмысы жеке және топтық формада жүзеге асырылады. Жеке кеңес беру барысында, әсіресе жасөспірімдермен жұмыс кезінде ең тиімдісі WhatsApp желісіне жазу, қажет болған жағдайда видео байланыс орнату. Топтық кеңес беру үшін WhatsApp желісіндегі ашылған чаттарға қысқаша нақты айтылған кеңестерді жіберуге болады. Себебі ұзақ айтылған ақпаратты барлық балалар қабылдай бермейді. Мектептегі психологиялық қызметтің маңызды бағыттарының бірі алдын алу және ағарту бағыты. Алдын алу, ағарту жұмысын ұйымдастыру барысында Zoom, Профиконф бағдарламаларын қолдануға болады. Бұл бағдарламалар арқылы түрлі мамандармен кездесулер, видеоконференциялар, жиналыстар өткізуге болады. Мысалы, мектеп инспекторы, дәрігер мамандармен кездесу барысында түрлі презентацияларды қолданып, жадынамалар берген өте тиімді. Сонымен қатар дайын қысқа видеороликтарды қолдануға болады. Бұндай видеороликтар ең тиімдісі Facebook желісіндегі Білім Foundation сайттары. Ата-аналармен онлайн жиналыстарға қатысу барысында презентация немесе видеороликтарды қолданған дұрыс. Егер сынып саны аз болса, ата-аналарға арналған жеке чаттар ашуға болады. Көп болған жағдайда сынып жетекшілер арқылы байланыс орнатыңыз. Ата-аналар чатына видеороликтер мен жадынамалар, қысқаша кеңестер жіберіледі. Педагогтар мен Google форма арқылы сауалнамалар өткізіп, кәсіби жанудың алдын алу бойынша ұсынымдар, жалпы психологиялық қолдау кеңестерін, стрессті болдырмау ұсынбаларын, аутотренинг, релаксациялық жаттығуларды чат арқылы жіберуге болады. Тәуекел тобындағы оқушыларға міндетті түрде аптасына бір рет жазып тұру қажет. Бейсенбі, жұма күндері эмоционалды жағдайы туралы біліп тұрған жөн. Және олардың кері байланысқа шығу уақыттарын өз жұмыс кестеңізбен шектемесеңіз, нәтижеге тез қол жеткізесіз.
Қорытындылай келе, қашықтықтан оқытудың психологиялық тұрғыдан тиімді жақтары көп. Жасөспірім әлеуметтік желі арқылы бізбен тез ашыла алады, себебі олар үшін бұл қарым-қатынас жасаудың үйреншікті ортасы. Отбасылық қарым-қатынас нығая түседі. Ата-ана баласына бұрынғыдан көбірек көңіл бөле бастайды. Педагогтер жеке шыңдалып, өздерін жетілдіру ісімен көбірек айналысатын болады. Назарларыңызға рахмет. Сұрақтарыңыз болса жауап беруге дайынмын. Жұмыстарыңызға сәттілік тілеймін.